Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін керемет тамақтың бірі жаппасайды әзірлейтін боламыз. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын, түрінің өзі қандай керемет әдемі болып тұр. Ал мен сіздермен қазір толық рецептісін бөлісетін боламын. Егер де менің YouTube каналымда видеоларым сіздерге арнаған мастер-класстарым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және мені қолдап кетсеңіздер деймін. Сіздерге алдын ала көп рахмет айтамын. Және де 4 түрлі чизкейктен сіздерге арнап жасаған мастер-классын міндетті түрде көріп шығыңыздар. Ендеше кеттік. Бізге ең қажеті, ең алдыменен етіміз қажет. Осылай еттерімізді алып, 4 бұрышты етіп кубикта барлығын турап шығамыз. Қалай турағыларыңыз келсе де, бірақ өз еріктеріңізде қалай ұнайды, ірі қылып па, майда қылып па, оны өздеріңіз білесіздер. Мен осылай майдалау етіп, 4 бұрышты етіп барлығын турап шықтым. Ыдысымызға салып, суымызды құйып, жуып қойып қоямыз бұны қазір. Енді картошка, сәбіз, пияздарымызды турауымыз қажет. Ең алдымен пиязымызды тураймыз. Осылай ортасынан 2-ге бөліп, және осы дәл видеодағыдай етіп турасаңыздар болады. Сонда бізде кубик болып шығады пиязымызда. Дәл осылай барлығын турап алыңыздар. Енді сәбізімізді де тураймыз және картошкамызды дәл осылай кубик етіп барлығын дәл осылай турап шығамыз. Ал қыздар, сіздерге тағы бір айта кететін нәрсем, үйлеріңізде бар болса, дәл қазір уақытта қызыл бұрыш қосуға болады және помидорды да қосуға болады. Дәл осылай оларды да 4 бұрышты етіп турап қоссаңыздар болады. Менің балдарым тек олай қосқанды жемейді, сондықтан тек осы 3 затты ғана қостым. Бұлай, егер де балаларыңыз жейтін болса, қоса берулеріңізге болады. Мінекей, барлығын турап болды. Енді біз қазанымызды отқа қойып, қыздырып, ішіне майымызды құйып шығамыз. Майымыз тым аз болып қалса да болмай қалады, сондықтан орташа етіп осылай құямыз. 200 грамдай май бізге жетеді. Енді етімізді, жаңағы жуып қойған етімізді салып, алдымен осыны жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, енді пиязымызды, сәбізімізді де салып, қосып қуыра берсек болады. Барлығын жақсы етіп қызартып қуырып аламыз. Пиязымыз ішіндегі әбден қуырылуы қажет. Сондықтан барлығын орташа отта қуырып шықсаңыздар болады. Мінекей, бізде жақсылап қуырылды. Енді приправаларымызды қосамыз. Мен чеснок сухой қостым, және укроп, және красный молотый кориандрды да қостым. Әдемі түс беру үшін. Өздеріңіз қалауларыңша кез келген приправаларды қоса беруге болады. Сонан соң міндетті түрде томат қосамыз. Қып-қызыл әдемі, шығымы әдемі томаттан қоссаңыздар болады. Және тұзымызды қосып, жақсылап барлығын енді араластырып шығамыз. Бір-бір бізде тұзымыз еріп, және осы томатымызды араласып кетуі қажет. Мінекей, енді суымызды құямыз. Бізге жылы су емес, кәдімгі салқындау суды да құя берсеңіздер болады. Мінекей, суымды құйып қойып қойдым. Енді бетін қақпағын жауып қойып, қайнағанша, әбден біз ішіне етіміз піскенше осылай қойып қоямыз. Мінекей, менде енді қайнап жатыр. Осы кезде турап қойған жаңа картошкамызды де саламыз. Енді картошкамыз піскенше тағы да осы баяу отта қойып қоямыз. Барлығы енді біркелкі болып піседі. Бетін жауып осылай қойып қоямыз. Осы аралықта енді бізге қамыр жаю қажет. Мінекей, 100 грамм суға иледім мен қамырымды. Осылай жұмыртқа қосып, жақсылап илеп аламыз. Жаңа айтатыным, тағы бір айта кететін нәрсе, біздің тесталарыңыз тым қатты жұмсақ болып қалмасын. Қаттылау болғаны жақсы, сондықтан барынша қатты болатындай етіп илеңіздер қамырларыңызды. Және июі қанғанша тағы да бір 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. Тесті өз-өзіне келуі қажет. Сол кезде әдемі жайылатын болады. Мінекей, мен илеп алдым және 10-15 минутқа тағы да демалдыруға қойып қойдым. Бетін жауып, не болмаса пищевойға орап, холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Мінекей, енді қамырымыз өз-өзіне келді. Енді жаюды бастаймыз. Тым қатты жұқа етіп, не қалың етіп жаймаймыз, орташа етіп
жақсылап осылай жайып шығасыздар. Қамыр жаюды біздің қазақтың келіншектері барлығы да білет деп ойлаймын. Сондықтан оны айтудың қажеті жоқ шығар. Қамырларыңызды осылай кезек-кезек айналдырып және бірақ сонда да бір айта кететін кеңес, осылай жайған кезде оқтаудың ортасын басуға болмайды. Ортасын бассақ бізде орта шұқа болып кетеді. Тек екі шетінен ғана осылай басып отырып жаю қажет. Сол кезде сіздерде шеті де ортасы да бірдей болады. Мына өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай мен ортасын баспаймын, тек ортасын сипап өтіп, екі жанын ғана басып жатырмын. Дәл осылай үлкен етіп осы тестамызды әдемілеп жайып аламыз. Жайып алған соң бізге міндетті түрде бұларды жаппасайымызға сәйкес келетіндей етіп кесу керек болады. Ал оған дейін мінекей осылай майымызды бетіне құйып алып, енді осылай щетканың көмегіменен осылай жағып шығасыздар. Барлық жеріне май тию қажет. Себебі біз қазір бұл қамырымыз кескен кезде құрғақ жері қалмауы қажет. Сондықтан барлық жағына осылай щеткаменен жағып шығыңыздар. Енді біз осылай кесіп шығамыз қамырымызды. 4 бұрышты етіп, біз мысалға перменге жаямыз ғой қамырымызды, кесеміз ғой. Дәл солай етіп, пермендікіндей етіп, осылай кесіп шығасыздар. Май жаққаннан кейін кесіп шықсаңыздар, сіздерге ыңғайлы болады. Сондықтан міндетті түрде бірінші алдымен майды жаңағыдай жағып алып, сосын кесіп шығыңыздар. Мінекей барлық қамырымызды кезектесіп кесіп алдық. Енді осы қамырларымызды жиыстырып, біздің подливкамыз уже пісіп қалды. Сол подливканың бетіне жайменен орналастыратын боламыз. Не үшін біз қамырларымызды бұлай бетіне май жағып алдық? Бізге бір-біріне жабысып. Мінекей барлығын мен осылай тақтайға қойып алдым бір-бірінің үстіне. Бұл ешқандай жабыспайды, қорықпай осылай жинай берсеңіздер болады. Енді бізде подливкамыз уже пісіп қойды. Енді соның бетіне апарып қояйық. Мінекей бізде уже қазанымыз қайнап, бізде етіміз де картошкамыз да уже пісіп қалды. Енді осы қамырларымызды бетіне бір-бірінің үстіне тастай бермейміз. Тек осылай кішкене екінші жағына осылай қойып кете береміз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Және қыздар осы көп қыздарда осы жаппасайларының қамыры шикі болып шығады. Оның себебі неде? Ол сіздердің уже отта дұрыс ұстамағандарыңызда. Сіздер жарты сағаттан бұрын алуларыңызға болмайды. Ол кезде сіздерде қамырларыңыз шикі болып қалады. Сондықтан жеуге жарамсыз деп айтуға болады. Сондықтан міндетті түрде барынша ұзағырақ ұстаңыздар. Астында подливкамыз ешқандай езілмейді. Осылай барлығын қойып болғаннан кейін де үстіне барлық қамырды үстіне орналастырып болған соң кішкене су құйып жіберіңіздер. Өйткені беттегі қамырларға су тимей қалады. Сондықтан үстіңгі бетіне де 100 граммдай суды құйып жіберіңіздер. Сол кезде барлық жеріне су бірдей баратын болады. Мінекей барлығын мен орналастырып шықтым. Енді бетін жауып бізге 25-30 минутқа қойып қоюымыз қажет. Тіпті егер де сіздердің қамырларыңыз енді әркімде ұн әртүрлі ғой. Тіпті қамырларыңыз қалыңдау болып жайылған болса, 35-40 минутқа дейін қойыңыздар. Ең бастысы сіздердің қамырларыңыз шикі болып қалмауы қажет. Мінекей біз уже 30 минутқа қойып қойдық. Уже бізде пісті. Мінекей қараңыздар, беті де пісті бізде. Өйткені бетіне кішкене су құйып жібердік және отта да ұзағырақ ұстадық. Енді осылай вилканың көмегіменен бетіне қамырларды осылай бірінші алып алуымыз қажет. Көрдіңіздер ме, ешқандай бір-біріне жабыспайды. Шетін түртсеңіздер, барлығы да бөлек-бөлек алынып жатыр бізде. Дәл осылай алыңыздар. Баршаңызға ас болсын, қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, және сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің каналымда видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, әрдайым қолдап кетсеңіздер, сіздерге Алла разы болсын. Мінекей қараңыздар, осындай аппетитный, өте дәмді жаппасай тағамы шықты.